Ключей! Зей! Түктен! Наза ортаға! Әскери жетекші мырза, 10 сынып құрамында 9 оқушы алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағына қатысуға дайын. Бөлімше командир Иманғалиев. Баяндаман қабылданды. Бөлімшең еркін тұрсын. Көп болады. Бөлімше, еркін тұр. Бөлімше ден, тікті. Армысыздар оқушылар? Армысыздар, әскери жетекші мырза. Оқушылар, саптық дайындық тарау бойынша тақырыптар өтілуде. Соған байланысты берілген тапсырманы ескертеміз. Сізге қандай тапсырма берілді? Кім айтады? Оқушы Қайырбаев, зат және оның элементтері. Жарайсың, қабылданды. Сап және оның элементтері шырма бөлімнен тұрады. Бөлімдерге байланысты сіздерге неге берілген тапсырманы еске түсіру мақсатында 3 тапсырма, 3 сұрақ қойылады. Соған 3 нақты жауап керек. Бірінші сұрақ сіздерге. Сап дегеніміз не нәрсе? Оқушы әдебиет дегеніміз әскери қызметшілердің тік қарап тұрған жағы таптың алды машинаның алдыңғы бөлігі. Қабылданды. Енді оқушылар, неге берілген тапсырманы пысықтадық, есімізге түсірдік. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз саптан шығу және сапқа қайта тұру, және бастыққа келу және сапқа қайта тұру. Бірінші бөлім бойынша әрбір жауынгер сапта өзінің орналасқан орнын білу керек. Балалы ғана сақтау керек. Білеміз ғой. Бірінші жағдай, саптан шығу үшін жауынгердің іздесе оқушының аты тек аталмайды. Мысалы, оқушы Қайырбаев өзінің аты мен тегін естіген жауынгер немесе оқушы нақты қатты дауыспен мен деп жауап береді. Егер әскери қызметші немесе оқушы бірінші қатарда орналасқан болса, басшының саптан шық пәрмені бойынша саптан 3 адым алға шығып, бұрылып, бетімен, маңдай шеппен сапқа қарап орналасады. Егер әскери қызметші немесе оқушы екінші қатарда орналасса, саптың алдында тұрған әскери қызметшінің немесе оқушының сол иығына қолын қояды. Сол қол қойылғаннан кейін алда орналасқан әскери қызметші немесе оқушы сол аяқпен бір адым жасап, оң аяғын жерге қоймастан жанына шығып, артта орналасқан екінші қатарда әскери қызметшіні немесе оқушыны алға шығуына мүмкіндік жасайды. Екінші қатарда орналасқан оқушы немесе әскери қызметші 4 адым жасап, бетімен сапқа бұрылып орналасады. Қозғалыс жасағанда қол тек қана алға адым жасағанда қозғалысқа енеді. Басқа жағдайларда артқа немесе жанына қозғалыс жасағанда қол қимылдамайды әскери қызметшінің немесе оқушының. Келесі жағдай. Екінші қатарда орналасқан әскери қызметші немесе оқушылар оң жақ, сол жақ қапталда орналасқан болса, ол оқушы немесе әскери қызметші жанына бір адым жасап, содан кейін екінші қатардан тұрып, 4 адым алға адым жасап, сапқа бетімен бұрылып орналасады. Келесі жағдай. Саптан шыққан оқушы немесе әскери қызметші бетімен сапқа қарап орналасқаннан кейін басшы тегін қосып атап шақыратын болса, қолын шекесіне апарып,
бетін басшыға бұрып мен деп жауап береді. Сол жауаптан кейін басшы орнына тұр пәрмені бойынша, қолын шекесіне апарып құп болады деп, сол аяғын көтерумен қатар бір мезгілде оң қолын түсіріп, саптағы өзінің орнына орналасады. Енді оқушылар, сапқа орналасу тәртібі әскери қызметшінің немесе оқушының. Сапқа өзінің орнына барғаннан кейін қатарында тұрған, екі жағында оң жақ немесе сол жақ қатарында тұрған оқушы немесе әскери сарбаздың қақ ортасына тоқтап, аяғының өкшесі бұрылғанда қатардан шығып кетпейтіндей барып орналасады. Келесі бөлім бойынша бастыққа келу және қайта сапқа тұру. Аты, тегі естіген сарбаз мен деп жауап береді. Маған кел пәрмені бойынша құп болады деп жауап беріп, егер бірінші қатарда тұрса, өзіне ыңғайлы қысқа жолмен бастығына келіп, 2 немесе 3 адым тоқтап орналасады. Содан кейін баяндама жасайды. Баяндама жасау кезінде міндетті түрде бас киімі болса, қолын шекесіне апарады. Бас киім болмаса, қол шекеге апарылмайды. Бас киімі бар шекеге қолды апару үшін әдейі жаттығулар жасалады. Ол қандай жаттығу? Оң қол шекеге апарылады. Соны жақсы деңгейге жеткізу үшін оң қолымызды жанымызға созып, қалқасынан жатқызып, шекемізге апарып, өзімізді дайындаймыз. Шекеге апарып, амандасу сәтті дұрыс орындалу үшін. Келесі жағдай. Екінші қатарда орналасқан жауынгер аты тек естілгеннен кейін мен деп жауап беріп, алдында тұрған жауынгерді немесе оқушыны сол иығына қолын қою арқылы бірінші қатарда тұрған оқушы бір адым жасап, сол аяқпен, оң аяқпен жанына шығып, екінші қатарда тұрған оқушы немесе сарбазды бастыққа баруына мүмкіндік жасайды. Барғаннан кейінгі баяндаманың міндетті түрде дұрыс орындалуы талап етіледі. Енді тәжірибе жүзінде сіздерге қазір көрсетемін. Бірінші жағдай. Оқушы саптан шығады. Саптан шыққаннан кейін бетін бұрып сапқа қарап тұрады. Келесі сәтте басшы оқушының немесе әскери қызметшінің аты тегін қосып атаса, оқушы немесе әскери қызметші басшыға бұрылып, қолын шекесіне апарып, мен деп жауап береді. Сол сәтті орындаймыз. Зеп, тік тұр. Оқушы Қайырбаев. Мен. Саптан шық. Құп болады. Оқушы Қайырбаев. Мен. Орынға тұр. Құп болады. Бұл бірінші жағдай. Келесі жағдай. Саптан шығу және сапқа қайта тұру. Оны орындау үшін ортаға оқушы Мерекееваны шақырамыз. Оқушы Мерекеева. Мен. Саптан шық. Құп болады. Саптан шыққан оқушы немесе әскери қызметші орнына тұрар кезде пәрменді естігеннен кейін қолын шекесіне апарып құп болады деп орнына тұрады. Қазір соны орындаймыз. Орынға тұр. Құп болады. Орнына тұрған кезден кейін қол қозғалмайды. Келесі жағдай. Бастыққа келу және қайта кету. Оны орындату үшін ортаға оқушы Елмеденованы шақырамыз. Оқушы Елмеденова. Мен. Маған кел. Құп болады. Әскери жетекші мырза, оқушы Елмеденова сіздің шақыртуыңыз бойынша келіп тұр. Орынға тұр. Құп болады. Сіздер үш жағдай тамашаладыңыздар. Екінші қатарға орналасқан жауынгерлердің қапталдардан шығу сәті, бірінші қатарда тұрған жауынгердің немесе оқушының саптан шығу сәті, және өзінің аты саптан шыққан жауынгердің немесе оқушының өзінің аты тегін естіген кездегі жасайтын іс-әрекетін тамашаладыңыздар. Қазір осы тұрған күйлерінде бірінші қатар 2 адым алға адым,
Hız. Артқа бұрыл. Қазір екі топқа бөлінесіздер. Әрбір жұп біреуі басшы болады, біреуі әскери қызметші немесе оқушы бар. Бірінші жұп оқушы Есенболқызы және оқушы Риммеденова. Есенболқызы оң, хүп. Риммеденова сол, хүп. Қайталап істеуі, қателесіп кеттің сен. Сол жағын ұмытпау. Риммеденова сол, хүп. Келесі жұп, айналса беріңдер. Келесі жұп. Оқушы Әдебиетова. Оң, ғып. Адек, ғып. Орындарында. Тоқта. Оқушы Мерекеева. Оң, ғып. Адек, ғып. Орындарында. Тоқта. Оқушы Әдебиетова. Сен басшы. Сен бағыныштары. Әкелі бар айналасында. Білек тұрам. Бірімізге біріміз қарамағыз тұрамыз. Біреуіміз басшы, біреуіміз қызметші. Қазір сен басшысың, сен қызметшісің. Мына жерде сапта тұрасың. Сапта тұр дейді. Шақырасың өзіңді. Басқа келу және қайтып кету. Түсінікті ғой, екеуіңіз де сондай. Келесі. Жұпта. Жорабеков, сен басшы. Бейт, бағынышты. Жұптасаңыз да қарай. Иманғалиев, басшы. Қайырбаев, бағынышты. Кешеге жұптасамыз. Бірімізді біріміз шақырамыз. Мен сені шақырамын. Дұрыстап орындағы тұрсамыз. Қамені. Сізге апарамыз қалды. Аңгер. Жоқ, қате. Оқуш Теміртас. Сізге апарамыз қалды. Аңгер. Бұқпат деп айтам. Мен де жауап бересіз. Мен бұқпат дейсіз. Жүргенде қолын дейсіз. Орындаймыз. Оқуш Теміртас. Аңгер. Оң жаққа, оң қолдан созайықшы. Оң қол, оң жаққа, оң жаққа созамыз. Қол, жылдам, созамыз.